балалар асты ішіп болдыңдар ма? Кәнекей, кім асты қайрады? Айсұлтан, айта ғой. Асына, екі төбесін басына, елбағын жобасын, атаны, аманы. Ал болсын. Ана сіздің қызы бүгінгі күніңіз сәтті болсын. Рахмет жаным ау. Аділхан, сенің де бүгін күнің өте жақсы өтсін, е? Жасай беріңіз. Ала ғой. Қандай бірінші дыбыс? Дыбыс дауысы. Қандай түспен белгілейміз? Дауысты дыбыс. Даусыз дыбыс. Қандай түспен белгіледің? Көп. Неше дауысты? Біреу. Неше дауыссыз? Екеу. Қанеке. Қар сөзін дыбыс буынға бөлші. Қар. Бір буын. Бір буын. Жарайсың, керемет, отыра ғой. Қанеке болдыңдар ма? Қар сөзіне қар сөзі. Қар сөзін дыбысты қалда жасаймыз. Дыбысты. Жарайсыңдар, керемет. Айсұлтан, осы мема сызбаға қарап, осы қыс мезгілі туралы маған айтып берші. Айта. Мезгілі қыз, қал зауыты, бала далада ойнауады, қал басты, сылсаны, өңгі қала, бала санымен тевақты, конькимен тевақты, бала зы кематы, ақ қала засады. Айсұлтан, балар неге жылы киінеді? Өткені дала суық, Ал жылы киінбесе не болады? алып қалан. Балалар айтып берші, біз жаңа қандай жыл мезгілі туралы? Қандай жыл мезгілі? Қыс мезгілі. Дұрыс айтасың, қыс мезгілі. Ал енді кәнеке, міне осы төбір сыйларын пайдаланып, осы қыс пейзажын жасайықшы. Жасаймыз ба? Жасап көрейік, е? Кәнеке, жасайық. Жасайық. Мезгілі қыз, балада қал зауыты, бала ақ қала засады, қыстау өстіп Аспадың сен. күн көзі істеді, бұл істеді. Керемет. Қандай болады? Салқын. Қалай киінеміз? Неге біз жылы киінеміз? Өйткені дауысы. Біз жылы киінбесек не болады? Тамағын алады. Жарайсың да. Балалар қандай жыл мезгіліні бейнеледіңдер? Айтып тұршы, айтып тұр. Жыл мезгілі қыз, далада балалар ойнап жүр.
Балалар аққала жасайды. Далада қар аққала істейді. Ал қазір бізде қандай ай балалар? Қандай ай? Қандай ай? Ақпан. Ақпан, дұрыс айтасың. Ол бізде қыстың 3-ші айы, ақпан айы. Күні көзі істеді. Болды. Құстар ұшып тұр. Ұшып жатыр. Сау болыңдар балалар.